Қорқау шал бір қорқау кісі болыпты. Ол үйленгеннен кейін әйелі бір ұл тауыпты. Тұңғышынан кейінгі баласын шыретіп жерге түскенде әкесі даяр отырады екен де өзі жиып қояды екен. Сөйтіп ол 7 баласын жиып қойыпты. Әйелі 9-шы балаға жүкті болады. Жалғыз ұлы әкесінің өз балаларын жеп қоятынын білген соң ендігі бауырын аман алып қалуды ойластырады. Шешесі толғатып жатқанда бала нәрестені алып қашпаққа даярданады. Әкесі пышағын жалаңдатып баланы жеймін деп аңдып отырады. Таңға жақын шал талықсып ұйықтап кетеді. Бала шыр етіп жерге түскенде ағасы баланың кіндігін кеседі де орап алып қаша жөнеледі. Оянып кеткен әкесі тұра қуады. Бірақ бала жеткізбей сол күйі құтылып кетеді. Бала бауырын алып 3 шошақтың бауырындағы бір қараша үйге келеді. Ол үйге бауырын дақтырады да өзі аң аулап әлбүйдің кісілерін бағып жүреді. Құтқарып қалған бауыры әйел бала екен. Кейін келе ол едәуір ер жетеді. Ендігі жерде қарындасын ертіп ел аралап кете барады. Жүре-жүре түнделетіп бір қалаға келеді. Қалада ешкім жоқ. Бірақ үйде ғана шам жарығы көрінеді. Баспалап үйге келсе, бір қазан ет асылып тұрады. Сөйтсе, ол адамның еті екен. Енді бір үйде күңгірлеген дауыс шығады. Жасырынып келіп тыңдаса, бұл қаланың адамы таусылды. Енді адамды қайдан тауып жейміз деп сөз қылып отырады үйдегілер. Bir заманда біреуі қазандағы ет піскен шығар, көріп келейін деп сыртқа шыға бергенде оның да басын қағып алады. Екеуі бірігіп етті жеп жатыр ма, қарайыншы деп шыққан үшіншіні өлтіреді. Сөйтіп алтауын өлтіреді. Бәрі жиылып алып етті жеп жатқан көрінеді деп асығы соңғы біреуі шыға бергенде оның басын қағып қалады. Бірақ ол осы адам жейтін 7 жалмауыздың бастығы ең күштісі екен. Қылыш оның бір шекесін ғана қағып түсіреді. Жаралы адам жігіттен алса кетеді. Алсып жүргенде қорқау бір құдыққа құлап түсіп кетеді. Жігіт құдықтың аузын үлкен түйірмен таспен бастырып қояды да, қорқаулар отырған үйден тінтіп жүріп кілт тауып алады. Кілтті алып әр үйдің есігін ашып қарап жүрсе, бір үйде 7 тұлпар байлаулы тұрады. Алдарына бір жағынан су ағып келіп тұр да, бір жағынан шөп келіп тұр. Ішінде бір ерекше бөлек бір қара шұбар ат тұрады. Мұны көргеннен кейін жігіт қарындасына келеді. Жігіт қарындасымен әлгі ең шәрде тұра береді. Өзі аң аулап күнкөріс қылады. Bir күні жігіт аңға шығарда. Сен мына үйдің есігін ашпа, ана құдықтың аузындағы тастың үстіне отырма деп қарындасына тапсырады. Ағасы кеткен соң қыз үйдің есігін ашады да 7 атты көреді. Құдықтың аузындағы тасқа да отырады. Bir кезде құдықтың іші үңгірлейді. Қыз құдық аузындағы тасты қопарып қараса ішінен «Сен не қылған жансың?» деген бір адамның дауысын естиді. Біз жалғыз ағаммен екеуміз осы шәрге келген 2 жолаушымыз. Қазір осы шәрге тұрамыз дейді қыз. Сен неғып жатқан адамсың? Біз ылғи адам жейтін 7 жалмауыз едік. Осы қаланың адамын түгел жеп болдық. Bir күні түнде сенің ағаң бірімізді бірімізге қоспай білдірмей өлтіріп кетті. Мен жаралы қалдым. Мені осы құдыққа түсіріп қамап кетті. Енді сен мені шығарып ал. Екеуміз бірігіп жан бағайық. Бұл шәрге ешкім қалынмады. Ағаң бәрібір сені алып жатқан жоқ дейді жалмауыз. Менің ағам оған көне ме? Оны қайтеміз. Оның амалы табылар. Пәлен үйдің алдында менің жарты шеке сүйегім жатыр. Сен алдымен соны ал. Және шұбар аттың сауыр жүнінен ал. Түйекті орнына қой. Сонан соң жүнді сулап жарана айналдыра жапсырсаң басым қалпына келеді. Қыз қорқаудың айтқаны бойынша істейді де екеуі қосылысады. Мұны ағасы білмейді. Қашанда ағасы аңнан келгенде қыз ажалды сандыққа тығып бағады. Сөйтіп жүргенде қыз 2 қабат болып қалады. Қыз өтірік ауырған болады да бір күні ағасына «Мен ауру болдым» дейді. «Саған немене ем болар екен?» деп ағасы абырой сұрайды. «Шалғай бір жерде 7 әулиенің шырағы бар, соны әкеліп бер» дейді. Жігіт жалғыз қарындасы үшін азаптан қорықпай шырақты іздеп кетеді. Келе жатып бір кісіге жолығады. Оған сәлем беріп амандасқан соң шаруасын айтады. Оны табуға болар, ол пәлен жерде. Bir жерде 7 әулие намаз оқып отырады. Солардың 7 шамы бар. Бетегеден биік жусаннан аласа болып бар да, олар әрі қарап намаз оқып отырғанда шамды алып қаш деп жол көрсетеді. Әлгісінің айтуы бойынша шамды тауып алып қашып қарындасына келеді. Қарындас тұрған жерге жақындағанда жолдың бойында тікеннің түбінде бір жас бала жылап жатады. Баланы алады да қарындасына
Жолдан bir bala tauып алдым, мұны бауыр қылып алайық. Екеу едік, енді шөу болдық, сен бақ деп береді. Әсілінде бұл қарындасының тапқан баласы болатын. Ағасының қарасы көрінгенде жалмауыз екеуі әдейге тікеннің түбіне қойып қойған еді. Мен әлі жазыла алмадым деп кейіпті қарындасы. Енді нем болады деген ағасына. Пәлен жерде бір сарайу бар, соның апанынан шөп әкеліп бер, соны қайнатып ішіп, жуынсам жазылармын дейді қыз. Ағасы мұнда іздеп кетеді. Ай жүреді, жол жүреді. Жол жөнекей тағы әлгі кісіге жолығады. Оған шаруасын айтқан соң ол кісі, балам, ол барса келмес деген жерде. Ол кісі жейтін аю, оның апанына кіру қиын. Қиямен қиялап, жылғадан жорғалап, бетегеден биік жусанынан аласа болып барып алмасаң қолға түспейді дейді. Жігіт мұнда келеді. Ол келе жатқанда қызбен тажал. Бұл тағы да өлмеп енді қайтеміз деп ақылдасады да майға усалып, шелпек пісіріп жігітке береді. Жігіт шайды ұрттап, шелпекті жеуге ұмтылса, әлгі жас бала жігіттің қолын қағады. Жігіт үш рет ұмтылады, бала үш рет қағады. Осы кезде көріп жатқан тажал, мынаның қорлығай деп атып тұрып жігітпен алыса кетеді. Екеу бірін-бірі ала алмай жүргенде, жігіттің қарындасы тажалдың аяғының астына кебек, ағасының аяғының астына бұршақ төгеді. Осы кезде тажал балаға, менің бел балам болсаң, қылышымды әкеп бер дейді. Менің жолдан тауып алған інім болсаң, қылышымды әкеп бер дейді жігіт. Сонда бала, сен менің әкем болғаныңмен, мен далаға тастағансың. Сонда ағам әкеліп мені баққан деп ағасына қылыш әкеп береді. Сөйтіп жігіт тажалды өлтіреді, қарындасын да өлтіреді. Бұл жерде бірнеше жыл мекендейді. Бала да бірталай жасқа келіп қалады. Содан олар бір шәрге көшеді. Бұл қаланың ханы, менің палуаным бар, соны жыққан кісіге қызымды беремін деп жар салады. Жолға шығарда інісіне екі тал үгіл шөп егіп беріп, мұның бірі мен, бірі сен, мына шөп гүл ашып құлпырып тұрса, менің жолым болғаны, сарғайып тұрса, менің басыма күн туғаны, құраса өлгенім, шөп сарғая қалса, мені ізде деп тастап кетеді. Жігіт ханның Арлан төбет аталған палуан жығады да қызды алады. Сөйтіп жүргенде тағы бір шәрінің патшасы, менің өгіз палуаным бар, соны жыққан кісіге қызымды беремін дейді. Бұл хабарды естіген жігіт палуанды жығып қызды інісіне алып беруге кетеді. Бұл жол жігіт өгіз палуаннан жығылып қалады да тұтқынға алынады. Осы кезде гүл сарғая бастайды. Бала ағасын іздеп жолға шығады. Бірнеше күн жүріп ағасының үйін табады. Кештетіп келіп ағасының үйіне қонады. Мынау менің күйеуім ғой, бұл маған не күн демейді деп таң қалған жеңгесі түнде төр алдында жатқан күйеуінің жанына келеді. Көрпені аша бергенде бала сол шынтағымен әйелді қағып қалады. Қатын аң-таң болып төсегіне келіп жатады. Таңертең ағасының жөнін ұғады да бала жолға түседі. Бірнеше ай жүріп ханның ауылына келеді. Болып жатқан бір тойдың үстінен түседі. Дереу өгіз палуанмен күресіп, оны жығып, әрі өлтіріп, ағасын тұтқыннан шығарып алады. Қызды да алатын болады. Құда күйеуді сыйлаймыз деген атпен хан бір үй даярлатады, және ішіне толтыра тағам қояды. Бұл үй темірден салынған екен. Бұған кірерде ағасы, бұлардың түрі жаман, кірмесе қайтеді дейді. Тәуекел кірейік, қорықпайық деп інісі тұрып алады. Адамдар үйге кірген соң, жалғыз аттыларға қыз береміз бе, өртеп жоғалтайық деп, олар үйдің сыртынан отынды үйіп өрт қояды. Темір үй қызып болғанда бала іргесін көтеріп, ағасын ертіп шығып кетеді. Амал таусылған хан ақыр қызын береді. Шоу жолға шығады. Жол ортада інісі ағасына, екеуміз күш сынасайық дейді. Ағайынды екеуміздің күш сынасуымыздың жөні жоқ деп көнбейді ағасы. Бала, ондай болса мен кетемін, сені көрмеймін деп тұрып алады. Алашсыздан ағасы күш сынасуға көнеді. Ендеше менің сол шынашағымды ат деп көтеріп тұрады. Алашсыздан інісінің сол шынашағын атады. Атып болғаннан кейін, не үшін маған атқыздың? Егер осының сырын айтпасаң, мен кетемін, сені көрмеймін деп ағасы тұрып алады. Ағасының кетуіне көз жеткен інісі шынын айтады. Сен жоқта мен сенің үйіңе келдім. Жеңгем мен сен деп қойныма жатпақ болды. Сонда мен сол шынашағыммен қағып жібердім. Сондықтан осы шынашағым кінәлі болды. Сол үшін атқыздым. Осыдан кейін арадағы болымсыз әрі білінбей бара жатқан түйіншек шешіліп, екеуі өз шәріне келіп мұратына жетіп